Сәлем достар, менімен бірге ерекше асқабақ пен запеканка дайындаңыздар. Ол сондай дәмді әрі отбасы мүшелерін өзіне баурап алатын дәмге ие. Ал бізге керекті заттар: тартылған ет, картоп, сәбіз, пияз, сарымсақ және корица, паприка және түрлі түсті бұрыш, зире. Ең алдымен пиязымызды жұқалап турап аламыз. Картопты да майдалап ұсақ бөлшектерге тураймыз бірдей қылып. Ескертетін жағдай, картопты пісіріп, шала пісіріп салсаңыздар да болады. Мен оны ұсақтап турадым. Асқабақтың сыртын бірінші жуып және дәл видеодағыдай қайталаңыздар. Қолдарыңызды байлаңыздар. Онан соң салмасын дайындаймыз. Барлығы туралған картоп, сәбіз, пиязымыздың үстінен дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш тұзын салып, тартылған етімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Салмамыз құрғақ болмас үшін жарты пиала су қосып жібереміз. Салмамызды асқабақтың ішіне саламыз. Барлығын біркелкі етіп жайғастырамыз. Достар, менің каналыма жазылуды және лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Дайын болған асқабақты қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Және де мен бұны бірінші бетін фольгаға орап пісірдім. Беті қатты күйіп кетпес үшін. Сол үшін фольга орап пісіріңіздер. Сәл бір пісуге 10-15 минут қалған кезінде фольганы алып пісірсеңіздер беті қызарып кетеді. Дайын болды. Барлығы піскен, иісі деген барлық үйді алып, иісі керемет шықты. Дайындап көруге кеңес беремін.